Так, мына интегралды оп оңай қояды, екеуі қысқарады. Обычный түбір асты болады. Қысқаша көбейту, там 2х плюс 3-тің квадраты. Мына жерде сонда түбір мен интеграл жойылып кетеді. Интеграл 2х плюс 3-тің өзі ғана қалады менде. Сыртында бір дәреже. Сонда 2х плюс 3-тің квадраты бөлінген 2. Х-ның алдындағы 2 алдына шығады менде. Шектері минус 2 мен 1. Сонда енді просто есептеп шығам, 1-ді қойсам, 5-тің квадраты 25 бөлінген 4 минус, енді минус 2-ні қоям. 1 бөлінген 4 болады. 24 бөлінген 4 болады да, жауабы 6. Что-то ондай вариант жоқ қой, неге есеп қате ма? 6 деген жауап жоқ, мына ішінде 6,5, 7,5 дейді. Звонок болды, не берем, миды ашып шақырта бере дейді. Біз 45 минутты сыйғызамай, не ар, не бер өткізамай айтсақ, миды ашып бұларда бір. Ой, апай, тура келдіңіз ғой. Короче, на есепте бар ғой менде. Просто мұны қысқартып, бәрін дұрыс шығарып, шектерін қойып, апелляция оны таза. Менде 6 деген жауап шыққан есеп апелляцияға беру керек, апай. Қайдағы апелляция, сен мұна есепте әжептәуір қате кетіп тұрсың, оны масқара ойбай. Сендерге салса бүкіл есепті апелляцияға беріп тастайсыңдар. Бері қараңдар. Сендер мына қарапайым 8-ші кластағы ережені ұмытып тұрсыңдар ғой. Квадрат түбірдің жалпы өзінің анықтамасы мынандай емес па? Сонда сен мұнан жаңа қысқаша көбейтумен қанша болады мынау? 2х плюс 3. Мына мені кетіп қалады. Түбірдің квадраты. Мына түбір мен квадратты алып тастаған кезде интеграл мына өрнекті модульға алып жазу керексің сен. Міне өшелен қате шығып тұрсың есебің. Жөндеген соны. Жалпы бар ғой, мына модульдің осындай интегралын қалай аламыз біз? Оның екі тәсілі бар. Біреу графикпен, біреу кәдімгі шығарып. Мен қазір графикті көрсетейін, бірінші сызамыз. Мына x-тің орнына ыңғайлы сандарды қойып, мынандай v деген графигімді қазір сызып алайық. Мына графигін тұрғызып алдық. Енді шектерін қара. Минус 2 деген мына жер, мына жер. Одан кейін 1 дегенің мына жер. Сонда сен бар ғой, мына үшбұрышпенен мына үшбұрыштың аудандарын тауып қосу керексіңдер. Модульдің мағынасы сода. Енді мінер көрініп тұр, катеттері кішкене 0,5 қой мынау. Мынау екеуінің мына бас нүкте ол 1,5-да тұр, минус 1,5-да. Нерің 0,5. Катеттің 1. Сонда ауданы 2-ден 1, 1 катеттің 2-ден 1, 1 катеттің 1 дедім. Значит, бұл 4-ден 1 болады. Енді мына үшбұрыштың ауданы қара, мінерің 1, мінерің 1, мінерің 0,5. Сонда 2,5 болып тұр, 5 бөлінген 2 ғой, былайша айтқанда. 2-ден 1, 1 катеттің 5 бөлінген 2, 1 катеттің мына 5-ке тең ровно 5 болады. 25 бөлінген 4. Енді екеуін қосамыз, полный аудан табу үшін. Екеуін қоссаң 26 бөлінген 4 деген жауап шығады екен. Мінекей. Вроде қарапайым есеп, бірақ абайлаңдар 8-ші кластағы анықтаманы.